Дингель студио арнасы ұсынады. Дингель студио арнасына тіркеліп, лайк басып, қолдай отырыңыздар. Айналамыздағы дыбыстар. Сәлем, мұқият суретті қараймыз. Бүгін бізде әртүрлі дыбыстар. Қазір мен суреттегі жануарды немесе заттың атауын айтып отырамын. Ал сен дыбысты тыңдап, қайсыныкі екенін табуың керек. Мысық, балапан, қоян, кірпі. Мынандай дыбысты қайсысы шығарады? Әрине, мысық. Қанекей достар, ойланамыз. Көлік, телефон, теледидар, жаңбыр. Мынау ненің дыбысы, достар? Я, жаңбыр. Бұл өте оңай, көрейік. Шәугім, сағат, құлып, таба. Мынандай дыбысты не шығарады? Әрине, сағат. Келесі суретке де келіп жеттік. Пойыз, көлік, велосипед, тік ұшақ. Бұл ненің дыбысы? Тік ұшақ. Қанекей достар, ойланамыз. Шәугім, тоңазытқыш, қысқа толқынды пеш, таба. Мынандай дыбысты қайсысы шығарады? Керемет, қысқа толқынды пеш. Тік ұшақ, пойыз, ұшақ, трактор. Ненің дыбысы? Ойланамыз. Я, пойыз. Ит, тышқан, тиін, үйрек. Бұл ненің дыбысы? Ит. Автобус, пойыз, ұшақ, трамвай. Мынау ненің дыбысы, достар? Трамвай. Шәугім, тоңазытқыш, қысқа толқынды пеш, таба. Мынандай дыбысты қайсысы шығарады? Я, шәугім. Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.